Біреулер ютубқа салған ғой меткасын қалай қоямыз неменің мопедтің. Соны тағы қайталап түсіреміз енді. Біреулер түсінбедік, анау мынау деп жазып жатады. Мына бір мопедті алыпты, бұның енді шынжыры вообще жоқ. Газ бөліп беретін қозғалғыш. Енді бұны шынжырын саламыз енді. Бір шынжырын алып келді. Барып салып көрейік. Осылай шашылған күйінде алған ғой. Шашылған күйінде алынған мопед. Макси ғой. Мына жинардың алдында мынау май сорғышы істейді ма, істемейді ма, соны тексеріп алу керек та. Қазір мынаның шынжыры жоқ өзі. Осылай келді бұл мопедті, осылай мен алды біздің бала шаға. Қазір мына тесіктен май шығу керек. Және бір шығарды, мен бір тексеріп, қазір видеоға түсіріп кетейін. Бұны қалай тексереміз? Енді мынаны 17 мен айландыру керек. Дрелмен ба, мына гайка берді, енді дырылдап кішкене миді жейді. Осымен тексердім. Мына шатонды резинкамен тартып қоясыңдар былай. Осының жинардың алдында тексеріп алу керек. Май сорғышы істейді ма, істемейді ме? Өйткені мынаның цилиндрлары сызылған екен, поршын жабыстырылған екен да. Сол май келген, келмеген, қалай қыздырып алған, енді ол жағын білмеймін енді. Май азуда болуы мүмкін, жетпей қалуы мүмкін алдын көтерген кезінде. Ал кеттік көрейік. Май сорғыш істеп тұр деген сөз. Май сорғыш істеп тұр екен. Осылай тексересің май сорғышын. Енді шынжырын саламын. Шынжырын қазір арнайы өзінің кілті бар осындай. Осы кілтпен мынаны ажыратасыңдар. Міне ажыратып тастайсыңдар. Сосын мынадан өткізіп аласыңдар тісінен. Сөйтіп қайттан жалғайсыңдар. Қазір қаншада тұр мына камера? Кішкентайын көрсетейін ме? Кішкентай көрсетпей тұр екен. Камера кішірейтпей жатыр. Міне өйтіп, осы мынандай өз арнайы кілтін сатып алсаңдар. Бұны алып қою керек. Жаленді шынжыры созылып, мынаны майысты жіберіпті балдар. Мына жағы істеп тұр қазір. Міне осымен жалғап, ажыратып отырасыңдар шынжырларыңды. Осы істейсіңдер. Енді бұл керек негізі бұл сайма. Неге десең, және созылып кеткен кезінде ауыстырып отырмасаң, цеп секіріп кетсе, біраз проблеманы көбейтіп жібереді. Сондықтан бұның алдын ала алып қойған дұрыс, қандай осындай кілтті міне. Енді бұны мынаның арасынан айландырып алып келіп жалғасам, болды. Онысы не алса тағы видеолар жалғастырып кетем ғой бір-біріне. Газды бөліп беретін қозғалғыштың шынжырын салдым міне. Бірін жалғап қойдым міне. Бұны енді кигізер кезінде мынандай бір темірді кесіп аласыңдар. Өйткені шынжыр анау тұрмайтын бірдеңке мүше ұқсақ та түсіп кете береді ғой. Тік бармайды ғой, кірмейді тігінденші. Сол үшін бір 90-дағы шал, 80-дегі шалдардікіндей тұрмайды да бүйтіп. Шынжыршы бүйтіп түсіп кете береді. Сол үшін бүйтіп қойып қойдым да. Сонымен шынжырды остың үстімен жылжытып, тісіне іліндірдім да, айландырып, өткізіп алдым да, сонымен жалғап тастадым міне. Бұның алдындағы видеоларын көрсетіп кеттім. Мұнда арнайы өзі кілт болады осындай. Ажыратады. Ажырасып кеткендерді қайттан жалғайды міне. Осындай міне. Арнайы кілт алып алыңдар, сон проблема жоқ ешқандай. Ажыратасыңдар, үйлендіресіңдер қайттан. Сонымен мықты семья болады ғой, короче. Сыпатсың ба? Мопед халинговать етіп отырмыз.
кетейінші. Болып қалды. Короче, бұл істетілген цилиндр ғой. Үйдегі жатқан. Қазір жуамыз бұны. Өйткені майда тастары бар да. Жуып. Жинайық десек кішкене сол. Мындай сызықтары бар екен, соны құртып жіберу үшін қаленговать еттік. Все, болды уже. Сыңарсың ба? Так, меткасын көрсетіп кетейікші. Меткасын. Так, міне қараңдар. Мына қазір клапан регулировка жасаймыз щуппен. Міне мына дәу тесігі бар распредвалда, міне жоғары қарап тұрады. Бұна қарап. Мына екі кішкентай тесік, міне екі кішкентай тесік, міне екі кішкентай тесік көрініп жатыр міне. Міне осы меткасы болып есептеледі. Мына жақтан айланып келіп көрсет, мына сызық қой, міне мына сызық міне. Міне Т деп тұрған әріп. Міне осы сызықпен поршын жоғарыда тұр. Міне осылай көрсетем болды. Поршын ВМТ-да тұр, верхний мертвый точкада. Мынау распредвал, міне меткамен біреулер ютубта айтқан еді. Мынау сызығың дұрыс тұрған жоқ, міне дұрыс тұр, міне. Көрсет мына. Түсіп атыр ма тер? Үлкейтіп көрсетсем. Мына екі тескіше, міне плоскостьпен тұр ғой мына. Плоскостьпен. Мына жағынан стреляет етші, мына жанынан мына жағынан. Отсюда стреляет. Мына жақтан түстен. По плоскостьпен осылай, міне осылай, міне. И дәу тесік міне сағат 12-ге қарап тұр, былайынан қарап тұрсаң, мотордан. Ана біреу сағат 3-ге қарап тұр. Мына 3-ге қарап тұр, мына сағат 9-ға қарап тұр. Былай түсіндірген. Енді мануал бойынша, қазір мануал бойынша тартайын. Мен енді жабыстырып кетем. Видеоға жалғастырып кетем. Видеоға кеттік. Алар екеуі қыртты. 30 ньютон-метрмен тартам ғой, 3 килограмм ол айтқанда. Динаметрискімен. Сосын тарт болғаннан кейін зазор шығарамыз ғой. Зазор шығарамыз. Енді 25 тартасылайын ба. Жиырма бес тартасың, қиналмай. Ескі болып тұр ғой. 25 тартасың. 25. Так, бізде 20-мыз мынау ғой, 22, мен 25. 25-пен тартасылайық. Қиналмай қонша көп. Тықылдады міне уже. Қазір. Мынау уже келді. Мынау келді. Мынау да келді міне. 25-пен тартасылайық. Короче, мануал бар. Еміне 30-ға дейін тартуға болады деген да. Міне осылай, короче. 25-пен тартасылайық. Көп қиналмайды өйткені уже. Машина кеп қалмай уже? Міне, енді вообще жалпы цебін қойған кезінде мына жақтан тартасыңдар ғой, өйткені астыңғы жағы струна болып тарылып тұрады ғой. Асты, успокоитель жағы. Мына башмақ жағы былайынан бүйтіп. Шын жер былайынан тұрады да. Өйткені нәтижелі мына жағынан. Сондықтан меткісін қойған кезінде мына жақтан тартып аласыңдар ғой. Мына ровно түзу тұр міне. Осылай қойсыңдар. Енді щупты қараңдар мануал бойынша. Біз енді мынаны 0,5, 0,6 қоямыз. Ауаныкін түтіндікін так 0,8-ге дейін қойсаң болады ғой. 0,7, 0,8 где-то жобалап осылай.